Армысыздар, құрметті өмір теңіз арнасының тыңдармандары. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Тағдыр түрмесі». Авторы Самал Зікрия қызы. Үйге келмесе екен, мамырдың арманы осы. Өңге әйелдер сияқты күйеуі кешіксе мазасызданып, қонбаса жылап шығу деген жоқ. Керісінше, мұндайда өзін еркін сезінеді. Ұйқысы да тыныш. Балалармен сөйлеседі, қыдырады, кино көреді. Тамақтың түр-түрін пісіріп, артынан десерт ұсынады. Бақыт дегеннің қандай ұғым екенін қайдан білсін? Әйтеуір күйеуі келмесе, қонбаса бақытты сияқты ма, түсініксіз. Өзін бандитпін деп таныстырады жұртқа. Күйеуін айтам. Құдды әлемнің тетігі қолында тұрғандай шіренеді. Үй көрмей қаңғып жүргеніне өлерде риза. Қайда барып, қайдан тауып келетінін сұрамайды. Тауып келгенін ішіп жейді, мамыр. Үйтпегенде қайтеді. Кеудесіне бір дауыс арамас деп күңіренеді де тұрады. Ар сияқты. Естігісі келмейді, арымен арпалысқысы жоқ. Арсыз болса бұл дауысты естімес еді ғой. Арсыз емес, амалсыз. Келді. Жорыққа кетіп, жауды жапырып келгендей, сұрапыл дауылдатып оралады мұндайда күйеуі. Ел ішпегенді ішкізіп, ел жемегенді жегізіп жатқанында тілге тиек ете кетеді үнемі. Балаларда да риза. Сәбинен ұқсын. Қақаған қыста жемістің түр-түрін үйіп тастаған әкеге еркелеп, мәз-мейрам болсады. Тап бір зарығысқан жұбайлардай шай ішеді екеуі. Орашолақ әңгімесі жасанды. Түйсік шіркін ақиқат пен жалғанды сұраптап отырса да сыр алдырмай, батыр күйеудің хикаятын бөлмей тыңдайды. Қорқып, дірілдегенді, зыр жүгіріп, жеміс салып бергенді, шотал беріп жағымпазданғанды жіпке тізіп, өзіне көңілі толып масайрай жырлайды күйеу. Балаларды ұйықтат, дейді әлден соң кекіріп, өзі әкелген қазына мен қатыны қайнатқан қазанға тойып алған елшірей. Сағындым дегенді мензегені. Мамырға осы сөз жебедей қадалады. Өтірік екенін білмей ме? 30 күн қаңғығанда отырарды қорғап келмегені бәсенеден белгілі. Жүрек деген шіркін сүйсен де, жерісен де іштен азаптайды. Жанына қылбырау салғанда үнсіз шыңғырасын. Жан жаңғырығы кеуде ішінде. Жорығы бір айға, әңгімесі 2 сағатқа созылған күйеудің сағынышы 1-2-3 минутта тамамдалады. Тамамдалады да қор ете қалады. Қорлынан қорлана ма, қорбайып жатқанынан жеріне ме, балаларының бөлмесіне ауып кетеді. Бәрібір ұйықтай алмайды. Жылағысы келетіндей, неге екенін ұқпайды. Одан да келмегені жақсы еді дейді заланып. Ой түпсіз шынырау, бата береді. Ел ішпегенді ішіп жеп жатқаны рас. Басында үйі, астында көлігі, үстінде құндыз тоны бар. Алтынның қызылында, сарысында емес, ағын, платинасын тағып жүр. Қандай ақшаға келгенін білмейді, сезеді. Кейде ішкен жегенінің дәмі жоқтай. Баяғы ар шығар, қу жанын шыжғырып тұрған. Белгісіз. Үйінен батырлар мен мошенниктар, аферистер үзілмейді. Шетінен шешен. Әуелі әкесінің үйіне келгендей шіреніп түрмеден шыққандар тура тартып келетінінен де, бөтен еркектердің төрінде шолжайып жататынынан да иттей жалықты. Олар үшін бұл үй рухани мекен іспетті. Байы үйде ме жоқ па бәрібір. Түр-тұлғасы, сана сезімі, жүріс-тұрысы күйеуінен аумайтындардан жеріп кетті. Бега деген сөзді мамырдан басқа әйел атаулы түсінбейді. Тәмсілі сонына шамалып түскен полициядан қашу. Кейде айдың біреуіне, кейде бірнешеуіне ұласады. Қашу процесі. Өзі ізім ғайым болғанымен
Фураж кісі қоқайып, полициян күн демей, түн демей келеді де тұрады. Ұйықтап жатқан балалардың төсегін қопарып, алтын іздеймен не іздейді түсінбейді. Сұрақ қалады. Құдды байын етегінің астына тығып отырғандай, мұн сұрақты мыжып, мысқылдай ыржиып күмәндана үніледі із кесуші. Делебесі қозған таңға қоңыраудан шошып оянды. Ақ самайы жалбыраған күйеу ана рұқсатсыз-ақ есікті серпей қарғана кіріп алды. Түсінгені байы баласының көлігін тартып алыптымыз. Кемпірдің дауысы құлағын тесіп, қарғысы сүйегін сырқыратты. Кешіріңізші деп еңіреді ек ортада. Азаншы қораздай ышқынған дауыстан шошып оянған сәбилер етегіне оралып, жарыса жамырысқанда әлгінде тып-тыныштаны азан-қазан болды. Не жазығы бар бұлардың? Әй, бірақ сол көліктің пұлы өңештерінен өтіп кеткенде шығар. Кетемін деп кете салу қайда? Қай әйел ұшып тұрып киноға кеткендей шығып кетеді? Мамырдың да шешімі сиыр құймышақтанып жүр. Ақыл таразысына күнде тартады ойын. Я мен жоқ қырық пышақ. Бір ой, жылқының етін жақсы көреді. Жегені тек жылқын еті, квас жақсы көреді. Ішкені квас, әуелі анау-мынау жерден алмайды. Көшедегі тот басыған сары бөшкелерді демісе тұтпай, мамыры үшін қазақ фильмнен арнайы құйдырып келеді күйеуі. Ұйғырша тоқаш, Қазақстан шоколады, сазан балық, ірімшік, тандайыны татитынның бәрін жатқа біледі, үзбейді. Жоқ, кетпейін, жұрт саған не жетпейді осы деп жазғырса қайтемін. Ойынан ойсырайды. Тағы да ой. Топырлаған еркектің кердеңдеп кіріп келетіні ұнамайды. Үйкен ғой, бірақ біреумен де қалжыңдасуға, сөйлесуге болмайды. Қате кетті екен, жазасы сойқан. Есін әзер жиды емес пе талай. Досына тенеп алғанда күйеудің өзі. Досын ерте келеді де қатынына шай құйдырады. Сосын ауыз аңдиды. Күмәнін дәлелге айналдырып, факт құрап алады. Өз қатынын досының көңілдесі деген сөз өсекші қайын жұртында желде есті. Естіргенде күйеуі. Полициямен астасқан өмірі, сылтаумен жейтін таяғы, қызғаныштың қызыл итіне талануы, қаңғып құмға сіңгендей зым-зия болып орала айлап жатып, шірене сөйлеп миын жеуі. Я, кетейін, жұрттың менің өмірімде шаруасы қанша деген түйін жасатады ойы. Адамның жоспарынан Құдайдың жоспары мықты. Аяғы ауыр. Эрозиян бар деп бітемей қойған дәрігерлерге назалы болғанымен Алла берген баланы қалай ғана қисын. Екі-үшті ойдан жеңіліп кете алмаспын деп күрсінеді. Балаларын мектептен алып келе жатқан ауладағы қара көлікті көргені сол. Әкең келіпті деп айғайлап жіберді. Сағыныштан шыққан айғайма еді. Құлдырындай билеген сары жапырақтармен ойнап келе жатқан қыздары селк етті. Қайран балалар әкенің келгеніне қуанарында қуанбасында білмей қалшиып тұр. Бұларға да оңай емес. Әкені сағынады, ананың көңілін қимайды. Бала емес пе, үлкендердің тәжікелесін қайдан түсінсін. Әкем келді деп шаба жөнелді. Мамыр құлықсыз әлбіп келеді. Күзді жек көреді. Мамыр үшін күз тозақ. Әйелден қу бар ма? Жасын сыртып тастап, босағадан жымия аттады. Дүрсілдеген жүрегінің жаңғырығын өзі ғана естиді. Айтқанын екетпесем дау тумас деген өлімші үмітке тағалданады. Шай қояды, тамақ жасайды. Сөз бастамай бас изеп тыңдай береді.
Ішкі мамыр шыңғырып, терісіне сыймай көкірегін ұрып бұлқынып тұрса да, сыртқы мамыр сабырлы. Жоқ, бәрібір мүлк кетеді. Мынауының тұзы көп. Көкөністі өлгенше қосып ешкімін бе саған? Деп оқшырая алайған байына сөз қайтармай, басы салбырап отыр. Әй, саған айтып отырмын, деп ақырған ол, алдына қойған ыстық лағманды көтеріп тұрып, төңкере салғанда, балалары ұшып тұрып жоқ болды. Элементарына тамақ жасай алмайсың, майдың ішінде шалқып жатсан да қадірімді, жемеймін мына ботқанды. Бар, басқа тамақ жаса. Еш себепсіз, еш жазықсыз оқыс деген соққыдан құлағы шынылдап, көзі қарауытып, басы зеніп кетсе де шыдайды. Жыламау керек, жылады екен тақырып өзгереді. Өксігін жұтып басқа тамақ жасап жүрген мамыр сағатына қарады. Түнгі 11. Бұл тамақтың бағасы таңға дейін беріледі. Тұзы, сорпасы, әр пияздың туралы формасы талқыланады. Қандай сын айтылып, мін тағылатынын да жатқа біледі. Әр күздегі бір көрініс, бір тағдыр, бір азап осы. Құдалықта Анкаға китті лақтырып беріпсің ғой, ты что, дух потерял? Деген тақырыппен басталды түнгі дастархан. Анкасы әпкесі. Енді үндемей отыруға болмайды, ақталу керек. Ақталмайды екен өледі. Лақтырмадым ғой, жұрт көп алыс отырды, деді күйеуіне үрейлене қараған мамыр. Міне, осылай сөйлетіп алады. Пышақты саусағынан саусағына зыр айналдырып, шошып отырған қатынының қояндай дірілдегеннен ләззат алады. Іші пысып, әпкелерін айнала қыдырып, өсек жинап келетін күйеуді сөзден женіп көрген емес. Жезелері де бұл балдыздан өлерде қорқады. Күйеулерінің бауырынан қорқатынына бақытты қыздар, құдды қобыландыдай көреді мұнан. Мамыр терезеге көз салды. Таң атып келеді. Жұрт жарық жаға бастады. Белі талды, ұйқысы келді. Құрсағындағы сәбие теуіп тұр. Бірақ сот аяқталмады. Әлі ақталып түсуі керек. Жылай-жылай іскен көзі ашып, бүгінгі түннен аман шығам ба деген үрей ең сүйікті үрейі. Тәуба, аман шықты. Сәтті түн болды. Күздің кезекті кілт етпесі ұстаған күйеудің бір сотынан құтылған мамыр орнынан тұрды. Алдамын соты барын білсе де, дәл қазіргі арманы төсекке құлау. Әй, бірақ сол арманы орындала қояр ма екен. Таңға қалт етпей отырып, қатынын тергеген күйеу шашамайды ол. Көк футболкамды бер, деді душтан шығып. Пәлесін қарашы. Көк футболканы үтіктеймін деп күйдіріп алған. Мұны білмейді емес, біледі. Жазасында алған. Ностальгия ойынын ойнамақ. Мамырдың ашуы келді. Қарнын жарып тастағысақ бар күйеуінің шамасы жете ме? Ойын қызды. Ертегідегі алтын тақта билеген киіктей биледі әміршісі. Дөбелес тактикасын шебер меңгерген батыры көгертпей ұру тәсілінде мықты біледі. Қос қабырғаның астыңғы қуысынан жұдырықтап тұрып, пәрменімен ыңқ еткізгенде бір талып есін жинайды. Үнемі мамыр. Тағы сөйтті. Жарты шелек суды қотара салыпты. Әдеті сол. Кейде талып емес өліп кеткісі келеді. Қайдағы тіріледі. Ебін тауып, ышқына шауып келіп, есікті айқара аша салып қашып шықты. Күйеуі полициядан бегаға түссе, бұл күйеуінен бегаға түседі. Бірақ қайда барсын? Тозақ періштесі билік құрған үйге жүрегімен байлаулы ғой. Балалары бар. Үсті басы малмандай су. Күзгі суық еті тұрмақ сүйегінен өтіп барады. Қаланда анау-мынауға ешкімде көңіл бөліп, мойын бұрмайды. Ал мамырдың ситуациясы эксклюзив. Шашы жалбырап, азынаған суықта судан шыққан перідей
мәңгіріп отырған әйелге бәрі де үрке қарайды. Қанша отырғаны беймәлім. Сұмдық тонды. Тісі сақылдап, денесін діріл биледі. Балаларым оянды ма екен? Жайрап жатқан үйді көрсе шошып қалатын болды деп ойлады. Жана ғана өлімнің азуынан қашып құтылған сорлы басы тірі қалған соң тіршіліктегіні уайым қылады. Біреуден телефон сұрап, үйіне қоңырау шалса, балаларының даусын естіреді. «Извините, можно позвонить?» «Господи!» деп ұршып түсті орыс қатын. Шошынып қалған анық. «Пошла вон, алкашка, наркоманка!» Аузына келгенін оттады орыс. Байдың сұрқия сөздерінен құлағы сасып шыққанда, орыстың оспадарсыз сөздері осқылады қужанын. Сүмірейіп үйіне беттеді. Бәрібір барар жері, басар тауы жоқ. Есігі ілінбепті. Қорқа бас сұқты. Телевизорды қақсатып қойып, қымбат диванда пультті діңкілдетіп отырған екен падишасы. Әлгіндегі шашылған, сынған, түрілген, бүлінгенді жинады. Мамыр. Себезгілеген қайнақ судың астында ұзақ тұрып, тұншыға өксіді. Құрсағындағысы тыпырлап, іші ауырып барады. Тонып кеткені сонша, етінің қайнақ суға пісіп қалғанын да байқамаптау. Ұйықтамады. Кешегіден қалған лекцияларды тыңдады. Тергеуден өтті. Кеш батты, түн болды, құлады. Ағызып келген жедел жәрдем дәрігерлері бірінен бірі өткен сұлу жігіттер екен. Бұл да сорына болды. «Кеудесін неге ашасыңдар?» деді күйеуі, дәрігерлер алысып жатқан қатынын қызғанып. «Қан қысымы 200-ден асып кетіпті. Жүрегін тексеруіміз керек». Дәрігер жігіттің ана өмірі, бала өмірі үшін жан таласқанымен шаруасы қанша. «Ты что, умный, что ли? Жену мою лапаешь?» деп ыршып тұрды күйеуі. Дәрігер емес пе, мәселені ұқты. Зембілін жайып жіберіп, жүкті ананы салып алып ұшып, келген жедел жәрдем айғайға басып ұша жөнелді. Аурухананың аурасы кімге ұнаған? Құрсақтағысына нұқсан келген біраз әйел пышаққа дайындалып мұнайып отыр екен. Мамырды да қосты тізімге. Тамырына істік инені суға салып, ыстық қанын сорып алды да, «Мынаған сиіп кел» деп құты берді медбике. «Сіз әлгі пәленшенің қызы емессіз бе?» Әкесінің атын естігенде-ақ еңіреді. Кезекші дәрігер ауылдас екен. Таныс деген жақсы ғой, әсіресе дәрігердің қолына түссен. Уколдан қан қысымы түсті. Құрсағын тыңдап, баланың жүрек қағысын санап, Алла періштесінің өмірін сақтау үшін жолықтырған таныс жан Мамырды қоя берді. Дала тастай қараңғы. Түскен ауруханасы да бір қуыстай екен. Қорыққаны сонша жүрегі аттай тулап аузына тығылды. Пышаққа түспегеніне қуанып, қарнын сипап, бөпесін аялап, жылап келеді. Айтпақшы, таксиге ақша алмапты ғой. Соны ойлап жатуға мұршасы болды ма? Жүйке деген жарықтықты сақтамаса сан соқтырады екен. Жүктілікке жүйкеге күш түсіру жауыздық. Өз тәніне, жанына, тініне қастандық. Жаны азапталып жатса, жүйке жұқармай қайтсын. Жұқарыпты. Жара қаптады. Өне бойы дуылдап, қыши бергенде тыр-тыр қасынып, ес таппайды. Мамыр, әсіресе түн қорлық. Жұрт-шырт ұйқыда жатқанда қайнақ суды сарқыратып қойып астында тұрады. Жүрегі қысылып, құрсақтағы тыпырлап, өкпесі өшіп жылайды. Уксус жағып көрді. Көлдіреп, жидіген терісінің бетін сыпырып, жалаңаш қалған етін тырнап, қанатып тастайды. Қышы оғанбайды. Ыдыс жуатын қырғышпен денесін ысқылап, удай ашып кеткенде жан ұшыра шыңғырады. Дәрігерлер берген дәрінің бәрі де әсерсіз болды.
анализді мың түрін өткізіп, қала кезіп сандалды жалғыз. Жаздың ортасында жұлқынып, күзде осқырынып, ойран төбе орнататын күйеуі, қыста тынып, көктемде жанаша мінез танытатын. Ұйықтайды, бел көтермей жата береді. Етінен ет кесіп алсан да сезбейді. Қуығы да кен, күніне бір дәрет сындырып, 3 адамның тамағын жалғыз жеп, аузына құм құйылып, мелшиіп отырады да, сүйретіле барып төсегіне іліне, түпсіз әлеміне сүңгіп кетеді. Өліме, тіріме айырмайсың. Бала өз құрсағына түскен соң, машақаты да өзінікі мамырдың. Күйеуінің елге ұнайтын кезі осы кез. Салмақты, сөз жарыстырмайды. Жымиып отырады, өзін өзі төсектен сүйреп тұрғызып, анауым қайда, мынауым қайда демей, тапқанын киіп, көлігін оталдырып, сыртта күтіп отырады күйеуі. Мамырға енді асықпаса да болады. Тым кешеуілдеп жатса, көлігінің орындығын шалқайта салып, мызғып алады күйеуі жарықтық. Жаны тынбаса да, құлағы тынады мамырдың сүйікті көктемінде. Қырдың қызғалдағы жанып, қарлығашы жер бауырлап келетін, мынау ғажап дүниеге тап болған сүйікті көктемі ғой. Шебер Құдай сынағында сұрыптап, көктемін көншітіп бергені де. Сала құлаш анализ қағаздарын сапырып отырып, жүкті дерматиті деді дәрігері диагнозын. Туса жазылады, мыс. Тек қайран денесінде өкіл пісер жер жоқ демесе, шыдамай қайда барады. Онсыз да дәрігердің әр дәріні бір ішкізгенінен асқазаны ауырып жүр. Ақмақ болмаса, осындай топастың ұрпағын көбейте ме? Өзгені емес өзін жазғырады, іштей. Қышынбақ тұрмақ, қылғыны бөлсенде, сезінбейтін байын тұншықтырып тастағысы келеді кейде. Неге ғана осы түрмеге байланып, мен рейіп қалдым? Өжет емес пе едім? Әлде Құдай бұйрық қылса құлы басыбайлы ма? Деп ойлады. Түсініп болмайды. Күйеуінің әлгі досы Середі. Мамырды танитын қызбен әуайым болыпты бір түні. Өсекке кім құмар емес? Мамырды танисың ба? Деп сұрапты сылқымынан. Танимын. Өнерлі отбасында өскен қыз ғой. Бала кезінен талай додадан озып келген. Бір жұлдызы жанса, мамырдың жұлдызы жанар деп ойлайтын біз. Бандитке тиіп қор болыпты ғой дегенін шәй ішіп отырып, шашаусыз жеткізгенде кіретін тесік таппады әнеугүні мамыр. Содан бері өкпесіне кептелген өксігі өңге дертімен жағаласып жүр. Қылға ілінген жаны шырылдатып, шыңғыртып жатып босанды. Анасымен бірге тәулік асыра азап көріп, жарық дүниеге талпынған кесек еті әлсірей іңгәләп, қанын анасының көкірегіне жағып, кеудесіне жата кеткенде талықсып кеткен мамыр. Тұмсығындағы кислородын ашырқана сіміріп, кеште жиды есін. Жаз мезгілі еді. Күйеуінің сергек пысық шешен кезі пәлі. Дауылпаз дүниені дүр сілкіндіріп, сүйген жарын салтанатпен шығарып алды перзентханадан. Бір емес, бірнеше бриллиантты қас қатар тізілген алтын комплектіні тағып тастады әуелі. Құлағымен қолын жарқыратып мамырының. Шілде шайда шалқайған күйеуінің батыр тектес достары мадақтай қол соқты. Тек қайынбикелерінің жүзі сұрланып кетті. Қанша бала тапсақ та жақыт тұрмақ жын шылық сыйламапты осы бізге. Өзіміз барып, өзіміз туып, өзіміз келетінбіз. Басы алтын көті күміс болса да, деп қалды естірте. Жұқарған, жұлмаланған жүйке жөніне қоя салмады мамырды. Түн түссе айға үніліп, сырым ба, сорым ба күбірлеп отыратынды шығарды. Етегіне оралып, зар қақсаған балаларын ұмытып қалған ба, жадына зақым келген бе, бөтенсіп итеріп тастайды.
Қайран балаларды есіне әзет түсіргенде өзінде өзегін жарғандарды да аяп қатты жылады. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып, тіркеліп, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.